Қыз: қалайсыз әке? Әкесі: қалайсың қызым, саған не болды? Мазаң болмай тұр ма, бозарып кетіпсің ғой. Білмедім, оқудан біраз шаршаған сияқтымын. Қанеке, менің жұлдызым, алдыма келші. Қыз әкесінің алдына жайымен келе бергенде бірден есінен танып қалды. Қызым, саған не болды? Көзіңді аш, мені қорқытпа. Бар даусымен жұбайын шақырды. 20 минуттан соң жедел жәрдем машинасы жетіп келді. Дәрігер қызды ауруханаға алып кетіп, тексеріп емдеу керектігін айтты. Қызды ауруханаға алып кетті. Тексерді. Әкесі: дәрігер, қызымның жағдайы қалай? Жақсы ма? Нәтижесі шықты ма? Неге үндемейсіз, сөйлеңізші. Иә, шықты. Бірақ... Не бірақ, сөйлесеңізші. Өкінішке орай қызыңызда гангрена ауру екен. Не дейсіз? Болуы мүмкін емес. Қалайша? Жоқ, сіз адасып тұрсыз. Тексерулеріңіз қате. Қайта тексеріп көріңізші. Кешіріңіз, бірақ бұл шындық. Жарайды, бұл шындық болған жағдайда да бұл ауруды емдеуге болады. Солай ма? Емі бар ғой, а? Өкінішке орай енді кеш. Қызыңызда 3-ші дәрежелі қол және аяқтарын кесіп тастасақ та, оны сақтап қала алмаймыз. Тек қана өмірін 3-4 айға ұзарттыруымыз мүмкін. Мұны естіген анасы жылап жіберді. Әкесі не істерін білмей дал. Шет елде оқып жатқан ұлдарының ештеңеден хабары жоқ. Әке шешесін бір ғана сұрақ қинайды. Бұл жағдайды қызына және оның жалғыз ағасына қалай айту? Қыз әкесінен ағасына ауруханада жатқанын айтпауды өтінді. Әкесі: қызым, бұл ағаң сені сұрап жатыр. Алло, қалайсыз ағатайым? Жақсы, томпағым, өзің қалайсың? Мен семіз емеспін, өзімнің періштем. Ағатай, қашан келесіз? Сізді сағындым ғой. Алла бұйыртса, 5-6 айда барамын. Мен де сені сағындым. Ағатай, маған жеңге тапқан шығарсыз, ә? Тойыңыз күні билеймін. Әрине, томпағым. Әкем мен анамызды қарап жүр. Ертең және қоңырау шаламын. Сені жақсы көремін, періштем менің. Бұл әңгімені естіп тұрған әке көз жасын тия алмады. Әке, неге жылап жатырсыз? Қызым, ағаңмен бір-біріңе деген мейірді көріп, көзіме жас келгені ғой. Ағатайым жақсы екен, тез арада келіп қалады. Осылай күндер өтті. Көз алдында қызының сөніп бара жатқанына шыдай алмай, күндердің бірінде анасы есі ауысқандар ауруханасына жатқызылды. Енді барлығы әкесіне қалды. Әр күні қызы және әйеліне ас дайындап оларға апаратын еді. Арадан 2 ай өтті. Қоңырау шалынды. Әкесі: алло, неге? Қазір барамын. Ауруханаға жетіп келді. Дәрігер: қызыма не болды? Қызым кәне? Қызыңыз комада. Не дейсіз? Аллам, неге менің кінәсіз періштемді қинайсың? Жан керек болса, міне, менің жанымды ала ғой, тек қызымды қинама. Әкесі ұлына қоңырау шалды. Алло, балам, қалайсың? Оқуларың жақсы ма? Балам, қарындасың? Бұл қоңыраудан соң қыздың ағасы тездетіп өз еліне оралды. Аэропорттан тіке ауруханаға жетіп келді. Әке, менің періштем кәне, не болды? Менің періштем не үшін комада? Әке, сөйлесіңізші, періштем кәне? Әкесі барлық жағдайды айтып берді. Содан соң ағасы көзіндегі жаспен қарындасының қасына кірді. Қалайсың, томпағым? Неге жатырсың? Мен келдім. Сен ұнатқан қонжықты алып келдім. Неге үнсізсің? Көздеріңді аш, періштем менің. Менің тойымда билеуің керек. Періштем, көзіңді ашшы, өтініш.
Өкінішті, бірақ сөйлемейтін комада еді. 3 күннен соң қыз өзіне келді. Ағасы: дәрігер, менің періштем өзіне келді деп жүгіре кетті. Дәрігер келіп, тексеріп, қыздың аяқтарын кесу керектігін, ал бұл істі тек қыздың разылығымен істейтінін айтты. Ағасы бұл сөзді қарындасына айту керектігін түсініп, қыздың қасына кірді. Қалайсың, томпағым? Өзіңіз томпақсыз. Періштем менің, сен қалайсың ба? Сенің аяқтарың мен менің аяқтарым бір болады. Сенің орныңа мен жүремін, мен жүгіремін. Неге бұл сөздерді айтып тұрсыз? Әңгіме. Жоқ. Неге мен? Не үшін мен? Мен сіздің тойыңызда билемекші едім. Қыз көзінен жас парлай жөнелді. Мен бармын ғой. Әкесі: қызым, жылама, алтын қызым, жылама. Ағаң, анаң және мен бармыз. Біз сенің аяқтарың, қолдарың боламыз. Қыз жылай-жылай рұқсат берді. Дәрігерлер қыздың аяқтарын кесіп тастады. Қолдарында кесіп тастауына көзі жеткен еді. Қыз әкесінен қағаз және ручка сұрады. Хат жазды да, бұл хатты ағасының тойы күні ағасына беруін өтінді. Арада 4 ай өтті. Қыз ағасының қасында. Ағатай, қарашы анау құстарға, өте әдемі екен, ә? Құстарға ұқсап, аспанға ұшып кеткім келіп тұр деп, жалғыз бауырының қолында мәңгілік ұйқыға кетті. Арадан жылдар өтті, ағасы үйленді. Сол күні әке қызының хатын ұлына берді. Хатта мына сөздер бар еді. Қалайсыз, ағатайым? Міне бүгін тойыңыз. Мен күткен жеңгемді алып келдіңіз. Жеңгемді көру менің ең үлкен арманым болып қалды. Тойыңыз күні билеуді маған нәсіп етпеді. Бірақ мен сеземін, менің жеңгем өте әдемі. Аға, есіңізде ме, мені томпағым деп айтатыныңыз? Сол сөзіңіз өзіме қатты ұнамай тұрғандай көрсем де, маған ұнайтын. Ағатай, бақытты боламын деп уәде беріңізші. Әкешім, анашым, біліп тұрмын, қазір жылап тұрсыздар. Жыламаңыздар. Жаратқан сынағын көтере алатын жандарға береді, және көтере алатын ғана сынақты береді дегенді естуші едім. Сіздер мықты болыңыздар. Мен сіздерді жұлдыздар арасынан қарап тұрамын.